Армысыздар, құрметті қонақтар, ата-аналар, оқушылар. Бүгін сіздер бірінші сынып оқушыларының әліппемен қоштасуға арналған ертеңгілігіне келіп отырсыздар. Барлық кітаптың атасы әліппе. Бұл кітап бүкіл ғылым дүниесінің алғашқы жолы, білімге бастайтын сара жол. Әліппені алғаш қолға ұстаған сәттер әр адамның есінде ұзақ сақталары сөзсіз. Сондай-ақ әліппемен қоштасу да бірінші сынып оқушылары үшін өміріндегі елеулі оқиға. Әліппе оқулығының арқасында 42 әріпті таныған оқушылардың қуанышы сіздің де көңіліңізге нұр құяды. Ендеше алдарыңызда бірінші сынып оқушыларының «Рахмет саған әліппе» атты ертеңгілігін бастаймыз. Армысыздар, ұстаздар, білім іздеп инемен құдық қазғандар, құшақ жая қарсы аламыз сіздерді, би биленіп әнде бүгін шырқалар. Қош келіпсіз ақжаулықты аналар, жүздеріңнен мейірім мен нұр тамар, алдарыңызда жауқазындай құлпырған, біз алаңсыз балғын шақты балалар. Өтті оқу, сан сабақ, бүгін үлкен салтанат, оқулықпен достассаң, әліппемен қоштаспақ. Өңкей білгіш балдырған, құтты болсын тойларың. Оқшатпа мені басқаға, есейдім, 7 жастамын, қож айтысып бақшаға мектепке жолды бастадым. Қыркүйекке келдім десін, қақырдым қуаным, қарсы алып, беріммен қадамды қуып алып. Еркесі едім атамның, еркесі едім анамның, толы биыл 7-ге мен де оқша атандым. Әліппе таңғы жол ашты, жаңадан пәнде жалғасты. Әліппесін оқытылған рахмет ұстаз алғашқы. Мектеп үйім, ұстаздарым, ата-анам, сенен өсіп, сенен ғана нәр алам. Саяң ыстық, сен мәуелі бәйтерек, тамырланып сан тарапқа тараған. Хор мектеп бізге үйретеді. Іші толған әріпке, білімдіге жарық не? Арасаңға жол ашқан, ол сүйікті әліппе, ол сүйікті әліппе. Ал олай болса балалар, ендеше біз әліппемізді ортаға шақырайық, ортаға қошаметпен әліппені шақырамыз. Армысыңдар жас достар, армысыңдар ата-ана, болашаққа жол ашар. Әліппен келді ортаңа, менің атым әліппе, мені анаңдай дәріпте. Мені оқып ержеткен әпкең сенің ағаңда. Мерекелері құтты болсын. Біз қаншама уақыт оқыдық, әріптермен таныстық, ал енді біз осы әліппеге рахметімізді айта отырып, бір жақсылап биімізді билеп берейік.
есігін аштым мектептің, ертең сәлі өтті. Келгенде алғаш мектепте білмеуші едік әріпке, оқимыз қазір ертекті, үйретке оны әліппе. Әліппе менің әліппем өмірді елім тәртілем, қайталап айтамын рет өзіңе көп рахмет. Ыстық әлпел беттерін жазуымды ұғамын, ақыл берген әліппе, ақылды сен мұғалім. Осы оқыпты әліппен көп нәрсені үйреттім, таныстырып әліппен тапшылды түсір. Жақсы кітап әліппе, үйрететін әліппе, қуыршақпен қоштасып, әліппемен достасып. Адам басап әліпті, түгел маған таныпты. Сауыққанның қағынды, сарын сабынды бастап тұрған қайды бар. Оқуды көп ойладық, қызығына тоймадық, әріптерді үйреніп, сауат ашып тойладық. Құрметті ата-аналар, келесі кезекте Еркеш Нұрасылдың орындауындағы «Мен мектепке барамын» әнін қабыл алыңыздар. Талабы биік таудайсыңдар, мың бұралған бишісіңдер, сендер шеберсіңдер, ақылдысыңдар. Үлкенге ізетті, кішіге қамқоршысыңдар, көп оқисыңдар. Шәкірттерім балғындар, не үйреніп, не білдік, кәне ортаға салайық. Алфавиттік шығындар, орындарына тұрыңдар, бастай қане, айтысты жібермейік намысты. Алфавитті жаттадық, онда жүйе қалып бар. Біздің қазақ тілінде 42 әріп бар. Сан әріпті үйрендік, бүгін бізге сеніңдер, әріптер әлеміне саяхаттап көрелік. Мен үшін жақсы адам, жақсы көрем басқадан, апа-ата сөздері қай әріптен басталады. Таныстырар әліппен, мынау кітап әліппен, әліппе деген атаудан басталған әріптен. Ана жиядым, арылып бай жиядым, бұл неме бала. Өзіде атам қоймадым. Өзі құсады сауырға, елесет көзі ауынға, кәне ойлан талайық, оқандай әлі екен. Қазан көре аласың, қазан да таласың, қазан үш екен деп қаласың. Ас біткеннің анасы, қасиеттің мамасы, қайсы өттің бастығын сәтті қарашы. Оспан да өлең жаттаған, Олжас өлең жаттаған, қай әріптен басталған екен жаттаған. Жылlarda қырдесі, жайылып жүрдесі, біреу қаралап, қарабақ түрдесі, ал енді өзіме ләрі десі. Білім кітап анасы, әліппе білім анасы, әліппе бет ақпам, адамның барма баласы. Келесі кезекте Әлімхан Жасмин, Тәліп Айсу, Төребек Жасминнің орындау әсем әнді қабыл алыңыздар. Сендер менімен ғана дос болып қалған жоқсыңдар. Сонымен бірге қандай негізгі пәндерді оқыдыңдар?
математика келді. Ретімен тізбелі әрбір санды далалап, қайсың барсың бізге енді айтып берер санамақ. Ал балалар, қанша сан бар жазайық, қарап тұрмай сандарды қайта санайық. Ал балалар санайық шканы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Жарайсыңдар балалар, мен сендерге енді жұмбақты есеп айтайын. Ыдыста жеміс-жидектер салынған, 5-еуі алма, 1-еуі алмұрт, 2-еуі банан. Ыдыста неше жеміс-жидек бар? 7, 6. Енді келесін қойайын. Сөреде 3 кітап бар, оған келіп бірнеше кітаптар қосты. Сонда 7 болды. Сөреге неше кітап қосты? 3. Келесін айтайын. Әжейдің немерелері бар. Немерелеріне әжей 2 шапка, 2 шарф, 4 қолбақ берді. Әжейдің неше немересі? 2. Сендердің қолдарың нешеу? 2. 5-тен 4-ті алайық, қанша қалды санайық та табайық. 1 дұрыс. 3 сиырдың неше мүйізі бар? 6. Дұрыс. Аққулар көп, қаздар ұшып жүр. 2-еуі артта, 1-еуі алда. 1-еуі алдыда, 2-еуі артта. 2-еуі алда, 1-еуі артта. 2-еуі артта, 1-еуі алда. Арғарай. Мұз айдында 7 бала асыр салып ойнап жүр. 2-еуі ойнамай жаға-жайға қарап тұр. Балалардың барлық сандарын айтсақ жеткілікті. 5. Дұрыс. Ақыл ойды дамытатын математиканы жақсы оқырсыңдар, балалар. Жарайсыңдар. Балалар, әліппе сендерді оқуға, жазуға үйретті. Сол үшін әліппе достарыңа не айту керек? Әліппемізге рахметімізді айтып, әліппеміздің қоштасу құрметіне хор рахмет саған әліппе әнін орындаймыз. Әліппені сыйлаған ұстазым, әліппе аштым жол. Рахмет саған әліппе, қош сау бол. Әліппе, арналады бүгін жасаған. Әліппе, алғысым шексіз саған. Ал балалар, қыркүйектің 1-нен бастап күні бүгінге дейін біз осы әліппе оқулығымен достастық. Енді барлық 42 әріпті меңгеріп, біз сол әліппе оқулығымен қоштасып жатырмыз. Бұл жерге сендердің ертеңгіліктеріңе ата-аналар да келіп тұр. Осы келіп отырған ата-аналардың құрметіне сырымның бір шумақ өлеңін тыңдайық. Жатқанда жатпаған, мен деп тынып таппаған, бақыт үшін бағатын аман сау жүр ақмамам. Шараның басқасында ата-аналар да өздерінің үлесін қосып, балалардың жаттауларын жаттатқызып, барлық қажетті киімдерін дайындаған ата-аналарға алғысым шексіз. Ал енді көріп тұрсыздар, әрқайсыңыз өздеріңіздің балапандарыңыздың өнерін тамашаладыңыздар. Шаршамайтын, талмайтын, қатесі болса кешірген қадірлі ата-ана, бұл сіздің көшірмен. Балалар, мектепке алғашқы жеткен жетістіктерімен құттықтаймын. Білім баспалдағына өрлеген сапарларың сәтті болсын. Бүгінгі күн әр үйдің той басы болып саналар, балалардың есімі әулеттерге таралар. Ырым етіп ертеңгілік соңында ақ ниетпен баршаға тілек айтар қонақтар. Бүгінгі әліппе мейрамы балдарымыз, балапандарымызға құтты болсын, денелері сау болсын, өмір жастары ұзақ болсын. Эльмира апайымызға мың алғыс, осы балдарымыздың шоқтығына, еркелігіне, көтергеніне, осыншалықты дәрежеге жеткізгеніне рахмет айтамыз.
Әліппе мейрамдарымен балдар, қыздар құттықтаймын сендерді. Құрметті ата-аналар, саламатсыздар ма? Балалар, мінекей, 4 айдың нәтижесін бүгін ата-аналарыңды жинап көрсетіп жатырсыңдар. Сынып жетекшілерімен бірге, рахмет. Әрине, бұрын сатикте де тақпақ айттыңдар, бірақ ол кезде ата-аналарын жаттататын еді. Енді өздерің оқып жаттаған шығарсыңдар, өйткені сендер 42 аттың бәрін білесіңдер, оқығансыңдар, есеп шығарасыңдар. Бүгін әліппемен қоштассаңдар, енді ана тілі келеді. Ары қарай сабақ күрделене береді, неге соның барлығында үздік боласыңдар деген сенімдеміз. Құрметті ата-аналар, біздің бүлдіршіндеріміз бүгінгі әліппемен қоштасу мерекелерің сендердің қалмай осы биыл мысалы 1-ші класс, одан кейін 11-ші классқа дейін әлі шаршамаңдар, денсаулықтарың мықты болсын. Апай сізге алғысым шексіз. Барлықтағы әр үйдің бір еркесі, осы еркелерге әріптерді үйретіп, сандарды үйретіп, талмай еңбек етіп атқаныңызға рахмет. Сізге алғысым шексіз. Осы әліппе оқулығын аяқтап, жақсы сәтті аяқтауларымен құттықтай отырып, бүгінгі күні оқушыларға кішкене ғана тәтті сыйлықтарымызды беріп отырсыздар. Мынандай тәттілер бар. Осының ішінде тәтті бар. Балалар үйлеріңе барып, тәттімен шай ішесіңдер. Әрқайсысына мынандай бар, жазуы бар. Естелік осы әліппе оқулығын ертеңгілігін аяқтаған үшін ертеңгілігіндегі тәттен естелік болсын деген мақсатта мынандай суретті өздеріңе табыстаймын.